Пандичери деген үнді бекзадасы дейді. Үнді деген Индия. Ана артында тұрған Индия. Иә, Қытайдың қызы. Иә, сол жақтағы бекзада, принц. Мистер Уилли Уонканың фабрикасы. Кешкі асқа пісірілген сылдыр су орамжапырақ сорпасын ішіп болған соң, Чарли үнемі ата-әжелерінің бөлмесіне кіріп, біраз әңгіме тыңдап, түн тыныштығын тілеп шығатын. Бұл қарттардың бәрі де 90-нан асқан кісілер еді. Кепкен өріктей мұжырайған, терісі сүйегіне ілінген қарттар тоңбау үшін түнгі бас киімін тұмшаланып, Чарли келгенше күні бойы не істерін білмей, кең төсектің екі шетінде умаждалып жатады. Чарлиді күтіп жатады екен, ата-әжесі. Бірақ Чарли, қайырлы кеш, Джо ата мен Жозефина әже, қайырлы кеш, Джош ата мен Джорджина әже деп кіріп келгенде, төртеуі де басын көтеріп отыра қалады. Сол мезетте әжім басқан жүздері күлім қағып, әңгіме дүкен басталады. Чарлиді күтіп отырады екен, Чарли келгенде бәрі қуанып кетеді екен. Олар кішкентай Чарлиді қатты жақсы көреді. Чарли олардың өміріндегі жалғыз жарық сәуле. Қарттар баланың мектептен оралар уақытын күні бойы асыға күтеді. Кейде Чарлидің әкесі мен анасы да кіріп, қариялардың әңгімесін тыңдайды. Сонда бұл бөлмеде 1,5 сағаттай шаттық орнап, бүкіл отбасы тапшылық пен кедейлікті ұмытып кетеді. Бәрі қуанып, әңгімелесі отырады екен. Ата-әже бәрі. Чарлидің папа, мамасы, сосын өздерінің кедей болғандарын ұмытып кетеді екен. Қуанып кетеді екен сол кезде. Бірде Чарли әдеттегідей ата-әжелеріне сәлем беруге кіріп, атасынан Уонканың шоколад фабрикасы шынымен дүние жүзіндегі ең үлкен кәсіпорын ба? Деп сұрайды. Шынымен деймісің? Деді төртеуінің даусы бірдей шығып. Әрине шынымен. Білмеуші ме едің? Ол басқа фабрикалардан 50 есе үлкен. Басқандай фабрикалар бар екен, солардан 50 есе үлкен екен. Мистер Уилли Уонка расында да ең мықты шоколад өндіруші ме? Деп сұрап отыр екен Чарли. Балам, деді Джо ата жастықтан басын сәл көтеріп отырып. Мистер Уонка әлемде бұрын соңғы өмір сүрген шоколад жасаушылардың ең жасампазы, ең дарындысы дейді. Бүкіл шоколад жасаған адамдардың арасында ең талантливый адам екен, ең дарындысы. Мен мұны жұрттың бәрі білетін шығар деп ойлаушы едім. Мен оның атақты ақылды екенін білемін, ата. Ақылды дейді. Ол ақылды ғана емес. Ол шоколад сиқыршысы. Ол қиялына келген шоколадты жасай алады. Солай емес пе, менің қымбаттарым? Үш қария бас изеді. Иә, ол рас. Мен саған мистер Уонка туралы ештеңе айтпаған екен ғой. Ештеңе де айтқан жоқсыз, деді Чарли. Жасаған ем. Маған не болып барады осы? Онда енді қазір айтып бересіз ба, ата? Әрине айтып беремін. Кел, жаныма отыр да мұқият тыңда. Джо ата қарттардың ішіндегі ең үлкені болатын. 96,5 жастағы сүйегі қаусаған қария. Өте кәрі адамдар сияқты әлжуаз да әлсіз болғандықтан аз сөйлейтін. Бірақ кешке сүйікті немересі бөлмеге кіргенде, Джо ата біреу сиқырлап жібергендей қалжырағанын ұмытып, боз балаша қайраттанып, құлшынып шыға келеді. Өте кәрі кісі ғой, аз сөйлейді, шаршайды, бірақ түнде Чарли келгенде күшік пайда болады екен де, әңгімесін тастайды екен. Қуанып кетеді. Мистер Уилли Уонка ғажап адам, деді Джо ата жарқын сөйлеп. Ол өзге шоколад фабрика өнімдерін анағұрлым тәтті, анағұрлым құнарлы, ортасына сан түрлі демдеуіш салынған шоколадтың 200-ден астам түрін ойлап тапқан. Онысы рас, деді Жозефина әже де әңгімеге араласып. Уонка шоколадтары әлемнің түкпір-түкпіріне жөнелтіледі. Дұрыс айттым, батасы? Дұрыс, сүйіктім, дәл солай. Мистер Уонканың тәттілерін корольдер мен
президенттер де тапсырыс беріп алдырады. Бірақ ол тек шоколад жасап қана қоймайды. Оның құпиясы ашылмаған ғажайып жаңалықтары толып жатыр. Мистер Уилли Уонка өте тапқыр адам. Тоңазытқышқа салмаса да бірнеше сағат бойы ерімейтін шоколад балмұздақ ойлап тапқан. Ол балмұздақты шыжыған күннің астына бірнеше сағат қойып қойсаң да ерімей мұздай күйінде тұра береді. Мүмкін емес. Кішкентай Чарли атасына үңіле қарады. Әрине мүмкін емес, деді Джо ата. Миға сыймайды. Бірақ мистер Уилли Уонка осындай балмұздақ жасап шығарады. Я, десті қариялар басын изеп. Мистер Уонка ерімейтін балмұздақ жасай алады. Онымен де қоймай, Джо ата Чарлиді бір сөзді қалт жібермесін деп бұл жолы өте баяу сөйледі. Мистер Уонка шегіргүл дәмі бар мұшмолла аузына салып сорғанда түр-түсін әр 10 секунд сайын өзгеретін карамель ерніңе жақындатқаннан-ақ тәп-тәтті болып таңдайына еріп түсетін үлпілдек кәмпит жасады. Дәмі ешқашан кетпейтін сағыз. Үрлеп қалсаң, ине тығып жарып жібермейінше үлкейе беретін тәтті шар ойлап шығарды. Оның ең құпия әдісі көк құстың теңбіл қара жұмыртқасы сияқты жасалған кәмпит. Әлгі жұмыртқа кәмпитті аузыңа салғанда, тіліңнің ұшына титімдей сары балапан қонақтағанша біртіндеп ери береді. Джо ата кідіріп, жайлап ернін жалап алды. Сілекейімді шұбыртып жіберді ғой, пәтшағар. Менің де, деді кішкентай Чарли. Сонда да жалғастыра беріңізші. Бұл әңгіме айтылып жатқанда, мистер мен миссис Бакет бөлмеге жайлап кіріп, бұларды есіктің жанына үндемей тыңдап тұрған болатын. Ақылынан алжасқан үнді бекзадасы туралы айтып бер, деді Жозефина әже. Чарли оны қызық көрер. Пондичелли бекзадасын айтамысың? Джо ата сықылықтап күле жөнелді. Ой, ол нағыз шынырған, деді Жорж ата. Дегенмен, өте бай, деді Жоржина әже. Ол не істеп еді? Чарли шыдамсыздана сұрады. Тыңда, деді Джо ата. Мен саған айтып берейін. Пондичелли деген үнді бекзадасы дейді. Үнді деген Индия. Анан артында тұрған Индия. Қытайдың қызы. Иә, сол жақтағы бекзада, принц.